Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Айгерім. Сіздерге бүгін өзімнің қатты жақсы көріп дайындайтын творожный пирогымның рецептісімен бөлісім келіп отыр. Мен бұны жасаудан ешқашан шаршамаймын, себебі өте оңай, сосын өте тойымды, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын пирогтың түрі. Тез дайын болады, тез піседі. Ендеше достар, кеттік рецепті менімен бірге дайындап, видеоның соңына дейін тамашалайық. Ең алдымен осылай таза ыдысымызға ұнымыздың жартысын мен салып аламын, өзіме осылай ыңғайлы. Соның үстіне сары майымызды аунатып отырып теркадан өткіземіз. Теркадан өткен майымызды онымен бірге барлығын салып, осылайынан песочный тесто дайындаймыз. Мінекей осындай песочный болып үгітіліп тұру керек, өте керемет, майдың иісі деген күшті шығып жатыр. Өзіме осы процесс қатты ұнайды. Қолмен қанша мышсаңыздар да керемет болып шығады. Оның үстіне осылай разрыхителімізді салып, оның үстіне қантымызды саламыз кішкене. Оның үстіне осылай бір жұмыртқамызды салып аламыз. Егерде үйде болса, қаймақ салсаңыздар болады, ал болмаса қаймақсыз да өте керемет болып шығады. Мен осылай салдым қаймағымды. Сосын барлығын осылай жақсылап біріктіріп отырып қамыр елейтін боламыз. Өте керемет, мінекей осылайынан менде осындай сап-сары қамыр дайын болды. Ендігі кезек бізде салмасында. Салмасына мен осындай домашний творог пайдаланамын. Қатты ірі емес, өте керемет. Не жасасам да мен осы творогты пайдаланам. Менің сүйікті творогымның бірі бұл. Енді осы творогымыздың үстіне 3 жұмыртқамызды бөліп салып аламыз. Қалауларыңызша ванилин немесе ванильный сахар салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Мен өзіме салған қатты ұнайды. Оның үстіне осылай дәміне орай қантымызды салып, барлығын жақсылап езіп тұрып араластырамыз. Мінекей салмамыз осындай дайын болды. Тез дайын болады, көріп тұрғандарыңыздай. Ендігі кезек біздің ыдысымызға майымызды жағып, қамырымызды салып дайындайтын боламыз. Мінекей қамырымыз салынды. Енді осының үстіне салмамызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап орнатып, шетінен артылып қалған қамырларымызды үстіне осылай керемет етіп форма жасап шықсаңыздар болады. Мінекей газға жібереміз енді. 180 градуста, қатты ыстық болмасын пешіміз. Кішкене қызарғанша ұстаймыз. Біздің творожный пирогымыз да дайын. Өте керемет, жұп-жұмсақ. Салсаң аузыңда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, ұнаса пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Айгерім. Сау болыңыздар.